екі оқ білмеймін әйтеуір жанынан зу ете қалды, бір оқ тура осы санымнан тікелей өтіп кетті. Жалпы сондай әкімдердің халықпен кездесуі қаншалықты шынайы өтеді? Құдаймен байланысың сен индивидуалды түрде бөлек дүние. Сол жалақыға үй ала алмай қиналып жүргенін көргендіктен, өзім де пәтерде тұрып жүргендіктен, пәтер ақысын төлей алмай жүрген азаматтарды көргендіктен, сол мәселені көтеруге бел байладым. Инклюзивті ортаны мейлінше қолайлы қылдыруға біз мүдделіміз. Сіздер ертең құрылтайға барып жатсаңыздар, не ұсынасыз? Не істеу керек? Қалай осы мәселені шешу керек? Және айдан келген азаматтар жоқ, барлық сол қатарда сол идеологияны ұстанған азаматтар. Бұл қалауым жүргізе ме, әлде құрылтай жүргізе ме? Армысыз ардақты ағайын, Пікір Медиа YouTube арнасындағы сұхбаттың бүгінгі қонағы Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының мүшесі, 8 шақырым депутаты Наурыз Саятұлы Сайлаубай. Біз бүгін Наурыз мырзамен партияның сайлауалды бағдарламасына қатысты сөз қозғаймыз, және өзге де сұрақтар болуы мүмкін. Қош көрдік. Қайырлы күн. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Міндетті түрде бүгін партиямыздың сайлауалды бағдарламасын талдап, өзге де сұрақтарға жауап беруге дайынбыз. Рахмет. Олай болса, бірінші сұрағым, жалпы сіздің партия үнемі біз оппозициялық партиямыз деп ұрандатады. Көп жылдар бойы сайлауда дауыс жинай алмай, парламентке өте алмай өткен шақырылымда ғана өттіңіздер. Сіз 8 шақырым депутаты болдыңыз, 3 жыл депутат болып отырдыңыз. Менің білуімше, қателеспесем. 3 жыл болды. Сол сәтте сіздің партия халықтың пайдасына тиген, нағыз халыққа тікелей жеткен бір қандай да бір мәселені шешті ме? Ауыз толтырып айтатын мәселе бар ма? Әрине, енді сіздің сұрағыңызға және шынымен де біз оппозициялық партия, нағыз солшыл партиялардың біріміз, осы елдегі жалғыз ғана солшыл оппозициялық партия десем де болады. Білесіздер, тарихта 20 жыл бойы осы күресіп келе жатқан партиялардың бірі. Қазіргі таңда біздің партия 23 жылдан бастап парламентке кірді. Қазір конструктивті оппозициялық партия. Енді өзіңіз әлеуметтік желіден, жаңағы бақ беттерінен оқып көрсеңіздер, біз әрбір өзіміздің ұсынысымызбен бөлек талап тілектерімізді арыз айтқан кезде талап тілектерімізді айтамыз. Сондықтан біз конструктивті оппозициямыз. Қазіргі таңда біздің қазіргі жақтаушыларымыз да көбейіп келе жатыр. 23 жылғымен қарағанда. Енді осы құрылтайдың қарсаңында қазір қызу сайлауалды бағдарламамыз түсіндіріп жұмыс жасап жатырмыз. Енді болашақта үлкен орындарды аламыз. Бір 23 жылғыдан қарағанда одан да жоғары пайыздық мөлшерлемені аламыз деп сенем. Енді біз 3 жыл 3 ай депутат болдық. Фракциямыз ең кішкентай фракция болды, 4 адамнан тұрды. Яғни дауыстарымыз қатты шықпады деп айтып жатады. Енді 4 адамның дауысы қатты шықпауы мүмкін, бірақ 4-еу түгел болса төбеде келеді дейді ғой. Біраз дүниені жасадық деп айта аламын. Мысалы? Осы парламент кезінде, себебі бюджеттік кодексті, салық кодексінде жұмыс жасадық. Өзін-өз басқару заңында, одан бөлек бюджетті бөлінер кезде осы біздің депутаттар әр өңірлерден келген ғой. Енді біреу Жетісудан болуы мүмкін депутаттардың, біреу Павлодардан, біреу Түркістаннан, біреу Астанадан өзінің жаңағы жергілікті жерін жақсы білгендіктен сол жергілікті жерде тиісті деңгейде бюджеттің бөлінуіне ықпал етті. Енді соның бірегейі Канал Сатпаевтың қазіргі модернизациялануы, одан бөлек Жетісу мен Астананың ортасындағы тікелей жолаушылар пойызының қосылуы, одан бөлек заңдарға көптеген ұсыныстар берді. Енді ол ең көбі салық кодексіне 70-ке жуық ұсыныстар беріп, соның көп бөлігі қабылданып, қазір халық игілігіне жұмыс істеп жатыр. Енді 2025-те қабылданса, 26 жылдың 1 қаңтарынан бастап ол салық кодексі қазір жұмыс істеп жатыр. Сіздер қабылдаған сол салық кодексіне дегенмен кәсіпкерлердің көңілі толмайды. Енді Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы, білесіз, кәсіпкерлердің партиясы емес, әлеуметтік бағытты қолдайтын партия. Енді біз мықты салық идеологиясын қолдайтын партия болғандықтан
сол салық кодексін тікелей қолдадық. Бірақ біз жаңа сіз айтып отырсыз, оппозициялық партия ретінде соңғы парламенттің отырысында біз жоғарғы аудиторлық палатаның ұсыныстарымен келісіп қарсы шықтық. Бюджеттің жоспарлануы және оның жұмсалуына қарсы шықтық. Себебі бағана өзіңіз айтып отырсыз ғой, оппозициялық партия ретінде сіздер көп көріне бермейсіздер деп. Сондықтан біз сол кезде бұған дейін де қарсы шыққан заңдарыңыз болған. Енді соңғыда біздің фракция осындай шешімге келіп, ол аудиторлық палатаның парламенттағы 6 партияның 5-еуі жәнегі үкіметті қолдаса, біз аудиторлық палатаның шешімімен келісіп, аудиторлық палатаның шешімін қолдадық. Сонда қарсы шықтық деген сөз ғой біз. Енді сіз мынау қос палаталы парламент деген тарих қойнауына кеткен парламенттің соңғы шақырылымда депутат болып үлгердіңіз ғой, енді жас депутат болдыңыз. Жалпы сіздердің жаңағы оппозициялық ұстанымдағы партиямыз дейсіздер ғой, дегенмен халық арасында осы ұстанымдарыңызға сенбейді. Қандай оппозициялық ұстаным бар деп сенбейді де сіздермен. Және осы парламент ішінде жаңағы арада пікірталас туындағанда қандай да бір шеттеушілік немесе тепкі көрдіңіздер ме? Енді ондай тепкі көрген жоқпыз. Біз енді айттым ғой, енді аз адам болғандықтан барлық жерге үлгере алмауымыз мүмкін. Ал дәл қазіргі сәтте біздің құрылтай депутаттығына 33 адам ұсынып отырмыз. 33 адамның қазіргі өңірлерде осы партия бағдарламасын түсіндіріп жатыр. Сайлауалды бағдарламасын түсіндіріп жатыр, халықпен кездесіп жатыр, миллионға жуық азаматты қамтып, миллионнан астам азаматтарды қамтып, өңірлерде, ауданда, кентке барлығына барып жатыр. Енді айта алмаймын, енді тепкі көрдік, немесе бізді естімей жатыр деп. Бірақ естіп жатыр, іздесе табады. Біз әлеуметтік желіде, бақ өкілдерінде, барлық жерде бармыз. Өзіміздің позициямызды нақты айта аламыз. Айтып та келе жатырық. Енді жаңа айттым ғой, біздің даусымызды есту үшін біз көп болу керекпіз. Біз сол үшін жұмыс істеп жатырмыз. Сол үшін қазір осы науқанда қызу жұмыс жүріп жатыр. Орталық аппаратта енді оңтүстік өңірде, батыс, шығыс, солтүстік, орталық барлық жерінде осы партияның аппараты жұмыс істеп жатқандықтан бізді есту мүмкін емес деймін. Сондықтан келесі жолда құрылтайды сайлауында біз көп дауыс алсақ, одан да көп адам боламыз. Енді одан да бізді тани жатар деген ойдамын. Неге аз кандидат ұсындыңыздар? Көп партиялар 100-ге дейін 70, 50, 60-тан астырып жүр. Әлде дегенмен бәрібір сол аз дауыс жинаймыз деген есеп пе сіздер? Аз дауыс жинаймыз деген есеп жоқ. Енді біз ол 33 адамның тарихын қарап шықсаңыз, ішінде ешқандай кәсіпкер, блогер немесе партияның құрамында бірден келген адам жоқ. Сол партияда қызмет еткен азаматтардың барлығы осы үміткер болып табылды. Енді сіз қазір көріп жатсаңыз, басқа партияларда ондай жәнегі жүйе бар, басқа жақтан алып келіп, жәнегі алдына салып, өтпесін, соны пайдалану мақсатында, назарын аудару үшін сондай бір жүйе бар, немесе сондай бір стиль бар. Ал бізде төраға да айтып кетті, партияның құрамында төрағаның орынбасарлары да бірнеше сұхбат берген осы бойынша. Мен де айтып жатырмын, 33 адамның барлығы кәсіпкер емес. Сол партияда бұрыннан келе жатқан азаматтар, біреуіне 20 жыл студент кезінен келген азаматтар бар. Енді оның 3-тен 1 бөлігі әйел азаматтар. Социал-демократтардың жалпы қағидаттарының бірі 30% квотаны стану, мүмкіндік шектеулі жастар, соған қарай 3-тен 1 бөлігі әйел азаматтар. 30% да жастар десем де болады, мүмкіндік шектеулі азаматтар да бар. Сондықтан оның ішінде барлық өңірдің филиалының төрағалары кірді, партияның төрағалары кірді, мәжілісте депутат болған барлық азаматтар кірді. Яғни сіз білесіздер, Әуесбаев Нұрлан Сатыбалдыұлы, Рахымжанов Асқар Нұрмағамбетұлы, Сағындық Ажар Бақытқызы және мен кірдім. Сондықтан ешқандай бір басқа жақтан немесе аспаннан түскен азаматтар жоқ. Нақты айта аламын, нақты профессионалдар, ішінде дәрігерлер де бар, дінтанушылар да бар, заңгерлер де бар, саясаттанушылар да бар, ішінде мұғалім де бар, эколог та бар, бәрі бар. Дегенмен қанша дауыс жинаймын деп ойлайсыздар? Мен білем, халық шешеді, сайлаудың барысы шешеді. Дегенмен бір үміт бар ғой, осынша дауыс жинаймыз ау деген. Енді мен нақты айта алмаймын ол жағын.
мен максималды түрде аламыз деп соған сенем. Қанша максималды түрде? Максималды 33 адам бәрі кіруі мүмкін. Мысалға 33 адам бәрі, өйткені біз жаңа айтып тұрмын ғой, 33 адамның 3-тен 1 бөлігі әйел азаматтар, біз барлық квотаны сақтаған партиялардың біріміз, сондықтан барлық есеппен ішінде ешқандай және айдан келген азаматтар жоқ, барлық сол қатарда сол идеологияны ұстанған азаматтар. Сонда қандай партияларға меңзеп отырсыз айдан келген азамат? Енді сіз көріп отырсыз ғой, енді халық партиясын көріп жатсыз, иә. Қазір енді әлеуметтік желіде қызу талқыланып жатыр ғой. Жаңағы басқа да қалауымды жүргізген азаматтар жүр, неге бұлай деген сияқты түрлі пікірлер бар. Соған меңзеп айтып отқаным ғой, бізде. Басқа азаматтар өкінішке орай блогерлар да жоқ. Өзімізді өзіміз танып жүрген азаматтармыз, қарапайым. Жақсы, онда сайлауалды бағдарламаларыңызды қарап көзім түскені, сіздер тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жүйесін реформалауды ұсынып отырсыздар. Мен білем, сіз депутат болған кезіңізде де осы мәселені жиі көтердіңіз. Осы реформаның ішінде жастарға қолдау көрсету, жастарды баспанамен қамту мәселесі қарастырылған ба? Осыны сәл тарқатып айтып беріңізші. Біздің сайлауалды бағдарламамыз енді прогресс жолындағы 20 белес. Бұның өзінің бір ерекшелігі бар. Жалпы әрбір іс-шара, әрбір істелген заттың философиясы бар. Прогресс жолындағы 20 белес өзіміздің сайлауалды бағдарламамыздың толық аты. Биыл біздің партияға 20 жыл құттықтап қойсаңыз болады. 2006-26 соған байланысты прогресс жолындағы 20 белес, 20 тарау бар. Сол тараудың бірегейі тұрғын үй мен қамту, сол саланы дамыту. Енді депутат болғандықтан сол саланы көп көтердім. Өйткені өзім өңірде жай маман болып жүрген кезде өзіммен жасты, өзіммен қатарлас азаматтардың сол жалақыға үй ала алмай қиналып жүргенін көргендіктен, өзім де пәтерде тұрып жүргендіктен, пәтер ақысын төлей алмай жүрген азаматтарды көргендіктен, сол мәселені көтеруге бел байладым. Көп мәселені шешуге тырыстық, шешімдері де болды. Енді біздің сайлауалды бағдарламамызда мейлінше пайыздық мөлшерлемесін төмендету. Үйдің көп салынуы, әлеуметтік үйлердің көп берілуі, арендалық үйлердің көп берілуі. Енді сіз білесіз, 2000 тұрғын үй саясатын реформалау заңы 2025 жылдың 24 мамырынан бастап жұмыс істеп келе жатыр. Толыққанды біз қолдадық. Мен өзім айталам, қолдадым деп. Себебі ол жерде көптеген азаматқа сол үйлерін приватизациялау дейді ғой, жекешелендіруге мүмкіндік берді. Енді менің өзімнің қазіргі айтатын мәселем, өңірлерде түрлі бағдарламалар бар. Яғни осы жерде жастарға арналған бағдарламалар бар. 20 өңірде 20 бағдарлама. Сол 20 өңірдегі жастарға арналған бағдарламалардың қаражатын көбейту, үйді көбірек салу. Бір мысал айтайын. Енді өңірлерге көп шығамыз ғой. Атырауға барамыз, Оралға барамыз. Мен Қызылордаға болдым. Қызылордаға барған кезде мен міндетті түрде осы ипотекалық үйлерді беретін банктерге кірем, олардың жағдайларын сұрайым, статистикасын сұрайым. Сол кезде ол қалада көбінесе бір комнаталы пәтер аз салынады, 2 комнаталы пәтерлер көп салынады, үйдің саны, берілу саны өте көп екен. Ауылдық жерлерде, аудан орталықтарында, қалада көп беріледі екен. Соны үлгі ретінде алуға болады. Енді көргенімді айтып жатырмын да. Сондықтан әр өңірлерде жастарға берілетін квоталардың саны көп болса, Алматы, Астана сияқты, оған бюджет көп бөлінсе, сонда ішкі миграцияның үдерісі азаяды. Тек қана облыс орталықтарында емес, бізде 180-нен астам аудан орталықтары бар. Қателеспесем, менде 20-дан астам моноқалалар бар. Сондай кішігірім моноқалаларды, мысалы, Теміртау дейік, Атбасар, Текелі, Қонаев сияқты, Қосшы сияқты қалаларға көбіректеп үй салсақ, жастарды ұстап қалуға бізге мүмкіндік бар. Яғни біз оған міндетті түрде үй береміз төмен пайызбен, ол сол жерде қалады, жұмыс тауып береміз, ары қарай сол жердің демографиясын көтеріледі, жергілікті азамат болып қалады. Сондықтан қазіргі таңда білесіздер ғой, әрбір жыл сайын Астанаға қаншама халық көшіп келеді. Бір қаланың, бір моноқаланың сандай азамат көшіп келеді. Оны үймен қамтамасыз ету, жұмыспен қамтамасыз өте қиын. Сондықтан шешім өте қиын емес.
өте оңай. Сондықтан біз статистиканы көрген кезде ең көп берілетін үй ол Алматы мен Астана, өйткені бюджет көп қой. 1000-ға жуық үйлер беріледі жастар бағдарламасымен. Ал біз соны Қызылордада, Шымкентте, Талдықорғанда, Қонаевта, Өскеменде, Семейде мыңдаған үй берсек, мыңдаған үй салсақ, ол жастарды ұстап қалуға бір тетік болады. Ал әлеуметтік үйлер салынып жатыр, бірақ оның да саны аз деп ойлаймын. Себебі қазіргі таңда приоритет бізде ең басты тұрғаны мүмкіндік шектеулі баланы асырап отырған, мүмкіндік шектеулі азаматтар, бірінші, екінші топтағы көп балалылар, тұл жетім қалған азаматтар, екінші дүниежүзілік соғысына қатысқан азаматтар, оған теңестірілген азаматтар бірінші орында болады. Сол кісілерге үйлер беріледі. Ол кісілер әлі алып жатыр. Олардың саны әлі біткен жоқ. Және бағана сізге айттым ғой, тұрғын үй саясатын реформалау заңынан кейін бізде 1 миллионға жуық азаматтың үйі жоқ екені мәлім болды. Бұған дейін оның саны 300 мың болды, 400 мың болды, жыл сайын 40 мыңға, 50 мыңға көбейіп келе жатқан еді, бірден миллионға келді. Себебі бұғырын үй кезегіне тұрған кезде сіз қандай да бір категорияға жатпасаңыз үй кезегіне тұра алмайтын едіңіз. Ал кейіннен біз барлық азаматтарға тең құқық беріп, егер сіз кәсіпкер болыңыз, өз-өзіңізді жұмыспен қамтыңыз, немесе жұмыс істемесеңіз қандай да бір жақтан қаражат тауып отырсаңыз да, мемлекеттік мекемеде істемесеңіз де осындай мүмкіндік бердік. Ол кісілер айтатын, біз сонда мүмкіндік шектеулі азамат болуымыз керек па? Немесе өз-өзіміздің бір тырнағымызды алып тастауымыз керек па? Сонда біз кезекке тұру үшін деп бізге сұрақ қоятын. Содан кейін осы заң өзгеріп, қазір тең мүмкіндік берілді. Құдайға шүкір алып жатыр деп ойлаймын үйлерде, өңірлерде, бірақ саны көбейту керек. Пайызын да төмендету керек. Енді бағдарламалар бар, өзімен аттас Наурыз бағдарламасы. Ол қаншалықты тиімді сол бағдарлама? Бәріне қолжетімді бағдарлама ба? Қолжетімді бағдарлама. Мен өз ойымды айтайын, енді 9% мөлшерлеме басқа банктермен қарағанда төмендеу. Бірақ оны сіз 7-8 жылдай 9%-бен төлеу керексіз, және алған үйіңіздің 50%-ын толтырғанға дейін. Оны сіз енді 10 жыл төлеуіңіз мүмкін, 15 жыл төлеуіңіз мүмкін, қазір жоқ дегенде 15 жылға дейін береді ғой ипотеканы. Бір адамның үй алуы сонда ғұмырының 3-тен 1 бөлігі үй алуына кетеді деген сөз ғой. Сондықтан біз осы мәселені есептеп, пайыздық мөлшерлемені мейлінше төмендету. Яғни 9% емес, ол кемінде 7%, одан қалса 5-2%-ға түсу керек. Мен өзім үшін көп. Себебі мен есептеп көрген кезде сіз 36 миллионға үй алсаңыз 9%-бен, сіз жоқ дегенде 10 жылдан артық, кемінде 400 мыңға жуық, 300 мыңнан артық төлейсіз. Одан кейін бар үйдің 50%-ын толтырып болған соң барып, ол 2 есе төмен түседі. Бәрібір қиындау схемасы. Сондықтан мен бағана айтып отқандай мейлінше төмендету керек, бірақ бағдарламалар мен ойымша белгілі бір уақытта ашылып, белгілі бір уақытта жабылмау керек. Бізде көктемде болады. Жүріп отыру керек. Үнемі. Мысалы, кешіңіз олар бағдарламаны жібереді да, сосын бір андай адамдар деген жан таласып үлгергені үлгерді, үлгермегені ала алмайды. Бір қысқа уақытты қояды, сосын қайттан жауып тастайды. Ол ажиотаж туғызады ғой. Үйдің бағасының көтерілуіне әкеледі. Сол сәтте үйдің бағасы өсіп кетіп жатады. Мысалы өзі статистика қарасаңыз, салық кодексі көтерілді, НДС 16% болды деп ажиотаж болды да 2025 жылдың декабрінде, желтоқсан айында. Көп азаматтар үйді сол желтоқсан айында алды, жоғары бағамен. Бірақ қаңтар, ақпан айларында баға түсті. Сонда алып сату келісім шарттары желтоқсан айында көп болғанда, арғарай қаңтар, ақпан айында төмен болған. Ол нені білдіреді? Ол жаңағы қолдан ажиотаж туғызуды білдіреді. Сол сияқты мен ойымша ол 24/7 жыл 12-ге ашық тұру керек. Өзінің ақшасын жинап толдым деген кезде әр азамат өзі көңілі қалаған кезде барып өтінім беріп, белгілі бір уақыт күтіп, ары қарай табысын растап алып кете беру керек. Жаңа өзіңіз сөз арасында айтып қалдыңыз, өзіңізде де пәтер болмады деп. Қазір алдыңыз ба пәтер? Пәтер алдым, бірақ ата-анама алып бердім. Өңірден, Талдықорған қаласынан. Неге ипотекаға алдыңыз? Ипотекаға. Қазіргі таңда мен ойлаймын, тікелей сатып алу өте қиын. Басы бүтін сатып алу. Өйткені
қазір сізге айтайын, 19-дан бастап үйдің бағасы тікелей өскен. Себебі ол кезде COVID-19 болды. Иә. Одан кейін мынау геосаяси жағдай дейміз, соған байланысты құрылыс материалдарының көтерілуі, оның бәрі бағаның көтерілуіне әкеледі. Оның алдын біз зейнетақы қорындағы қаражатты алуына рұқсат берілген кезде де осы үй бағаның көтерілуі фактісі бар. Себебі әрбір біз үй алуға бір преференциялар, яғни мүмкіндіктер берген сайын үйдің бағасы да көтеріледі. Ол нарықтың заңдылығы. Жақсы, Наурыз мырза, жаңа өзіңіз айтқандай, прогресс жолында 20 белес деген бағдарламада сіздер билік өкілдерін сайлап қана қоймай, олардың жұмыстарының орындалу барысын бақылау керек депсіздер. Сонда кімдерді бақыламақшысыздар? Енді сайлауалды прогресс жолындағы 20 белес деген сайлауалды бағдарламамыздың қателеспесем 6-шы пунктында өзін өзі басқару бөлімі бар. Ол жерде алдыңғы біз парламентте де осы заңға өзгерістер ұсынғанбыз. Қазірде осы сайлауалды бағдарламамызды жазып, ақ параққа қарамен жазып жатырмыз. Себебі ауданда, ауыл орталықтарында, шалғай облыс орталықтарында түрлі былықтар бар. Білесіздер, жаңа тұрғын үйге байланысты айта кетейін. Осымен байланыстырып отырып, үйді кезексіз беру, адамның кезегін жылжытып жіберу, жер берер кезде, үй берер кезде осындай фактылар көп кездесті. Соның бәрін заңдық тұрғыда цифрландырып, реттеп, соны қадағалау, өздеріне толыққанды бір құқықтар беру. Енді сізге бір мысал келтірейін тағы да. Бұған дейін осыдан 5-6 жыл бұрын бізде үлкен реформа болды білім жүйесінде. Сонда аудандық деңгейден білім бөлімдерін облыстық деңгейге бердік. Білім бөлімдері тікелей облысқа бағынатын болды. Бұрын ауданға бағынатын, білесіз. Одан кейін біраз жылдар өтті, өңірлерге сапар шеккенде түрлі проблемалардың бар екенін көрдік. Яғни бір мектептің шатыры ұшып кетуі мүмкін, бір мектептің жылуы сынуы мүмкін. Осындай проблемалар кезінде облыстан келген представительдердің, яғни өкілдердің сол проблеманы тікелей шеше алмауы. Ал осы жылдың көктем айында осы мәселе келді. Біз осы заңға тікелей дауыс бердік. Қазіргі таңда қателеспесем, білім бөлімдері тікелей облыс пен аудан орталықтарында бірдей қарайды. Жаңағы шаруашылық бөлімі аудандық деңгейде болса, білім, тәжірибе, жаңағы директордың ротациялық ауысуы, идеологиясы облыстық деңгейде. Біз осындай жүйенің заңдық тұрғыда шешіліп, яғни оның цифрландырылуына біз тікелей мүдделіміз, екі қолымызды көтеріп қолдаймыз. Біз депутаттық сауал жасағанбыз, осыдан 1,5 жыл бұрын ба, қателеспесем өзім жасадым. Себебі Талдықорған қаласында 2 миллиард теңге ұрланған білім бөлімінде, Түркістанда, Қызылордада болды, қателеспесем Қостанай облысында болды. Осындай бір көп фактілер көтеріліп кетті. Сол кезде біз ұсыныс бердік. Яғни бұл жүйенің тиімсіз екенін, бағанағы аудандық деңгейге бағынбай, тікелей облыстық деңгейге бағынуы. Ол жерде жаңағы мертвые души дейді ғой, адамды өтірік тіркеп, жалақы алып, миллиардтаған шығын келтіріп, мұғалімдер зарға қақсатып, осындай фактілер болғандықтан біз өзіміздің сайлауалды бағдарламамызға жаздық. Яғни ол тек қана білім бөлімін мен мысалға келтіріп жатырмын. Басқа да билік жүйесінде осындай цифрландыру, бюджеттің дұрыс жоспарлануы және дұрыс жаңағы қадағалануы керек. Енді өңірлерге барған кезде сұрақтар қояды, неге осыны қадағаламайсыздар, неғып көрмейсіздер деп. Шын мәнінде бұл мәселеге жаппай тек депутаттар емес, сол жердегі мәслихат төрағалары емес, сол жердегі жергілікті қоғам белсенділері де тікелей араласу керек. Барлық шығыс кірістер осы сайттарда жарияланады. Сол сайттардан жазып алып, кейін аудан әкімі, облыс әкімі, білесіздер, өзінің тікелей халықпен кездесер кезде істелген жұмыстар туралы айтады. Сол кезде осы сандармен сіз сұрақ қоя аласыз. Қайда кетті? Қанша кетті?
оның нәтижесі қайда екен? Жалпы сондай әкімдердің халықпен кездесуі қаншалықты шынайы өтеді? Мен енді өңірде істедім ғой. Енді барлығын жаппай айта алмаймын, шынайы өтеді деп. Арасында подставный адамдар болуы да мүмкін. Бірақ өз көзімізбен көріп жатырмыз ғой, әкімнің мысалы шынайы жұмыс істеп жатқандарын, мысалы Қызылорданы азаматтар көп мысалға келтіреді. Басқа өңірдің азаматтарын да мысалға келтіреді. Шынымен де жұмыс істеп жатқан әкімдер бар, бәрін топырақ шаша алмаймыз. Бірақ дегенмен де сол әкімнің жиналысына кіре алмай қалған азаматтар да болды ғой. Түркістан облысында болды қаншама дегенмен. Сондықтан бәріне бірдей топырақ шаша алмаймыз. Өйткені оны сұрап жатқаным, жаңа сіз айтып отқан проблема халық әкіммен сол жерде ғана айта алады. Ешкім оның қабылдауына кіре алмайды. Оның өзін кейбіреулері жаңағыдай постановочно өткізеді да, өздерінің адамдарын отырғызып қояды, керек адам кіре алмайды, айтатын айта алмайды, жанындағысын жеткізе алмайды. Енді өкінішке орай осындай жағдай бар. Мен ойлаймын, ешқандай қиындығы жоқ деп ше. Жалпы таза жұмыс істеген азаматтар. Халықпен кездесуді есеп үшін өткізеді. Егер өзінің халқынан қорықса, несіне әкім болу? Жалпы таза жұмыс істеген адамға ешқандай санда, цифр дейміз ғой, қиын емес қой. Жалпы менен кез келген уақытта журналистер жасайды, мысалы республиканың бюджеті қаншама, кірісі мынаншама, шығысы мынаншама, әлеуметтік салаға мынаншама кетеді. Ары қарай атқарылу ол үкіметтің несінде ғой. Сол сияқты ол өңірде сол өңірдің представителі, президенттің жалпы негізгі сенімді азаматы ғой, сол өңірдің. Сондықтан ол азамат ашық болмаса, басқа управление, басқа департаменттер қалай ашық болады? Сол әкім үлгі болу керек та басқа өзінің астында жұмыс істейтін азаматтарына. Содан қарап үйрену керек, қалай сөйлеу керек екенін, қалай жауап беру керек екенін. Өйткені ол кісі лидер ғой сол жерде. Сондықтан кез келген азамат ол кісінің есігін қаққан кезде ол кісі айқара ашу керек. Біздің енді қазіргі таңда саясатымыз сол ғой. Мықты президент, жауапкершілік алғысы келмеуі мүмкін. Біздің саясатымыз ол емес қой. Біздің саясатымыз мықты президент, ықпалды құрылтай, және еститін үкімет. Еститін үкімет деген осы. Бізде еститін үкімет пе? Енді оны сіз енді депутат болдыңыз, талай жаңа айтып отырсыз ғой, билік өкілдерінің жұмысын қадағалау. Сіздердің талай сауалдарыңыз үкіметке жетіп, үкіметтен мардымды жауап ала алдыңыздар ма? Енді шын мәнінде кейбір депутаттық сауалға отпискалар болды. Бірақ мен осы шынымен де тексеріп көрейінші деп бір рет өзімнің сұрағым болды. Осы зейнетақы қорын жинақтау басқармасына деп айта алма, ол түсінбедім, қалай айтуын ұмытып қалдым. Интернеттен алдым да, ол кісілерге тікелей хат жаздым, номерімді жазып едім, бір күннен кейін хабарласты. Өйткені сіз депутатсыз. Депутатпын. Ал енді басқа азаматтардың өтініш арқылы немесе сол сайт арқылы жазып жауап алмай біздің қоғамдық қабылдауға келген азаматтар болды. Неге? Енді осы саясатты ұстанбаған арқасында. Яғни біз жаңағы мықты президент, ықпалды құрылтай, ашық үкіметті барлық азаматтар ұстанады деп айта алмаймыз, және ұстанбайды деп айта алмаймыз. Кейбіреусі патриот, мемлекетшіл азаматтар бірден жауап беру мүмкін, толыққанды берген сұраққа ашып, бағыт-бағдарын беріп. Ал кейбір азаматтар өзінің жұмысына немқұрайлы қарауы мүмкін. Яғни ондай азаматтарды біз мемлекеттік қызметке алған кезде мейлінше үлкен бір контрольмен, үлкен бір заңдық талаптармен алу керек шығармыз. Біз енді мемлекеттік қызмет туралы білесіз, заң келіп, біз оны да қолдаған болатынбыз. Қазіргі таңда ол да жұмыс істеп жатыр. Болашақта бір өзіне бір септігін тигізеді деген ойдамыз игілігіне. Наурыз Саятұлы, біздегі тағы бір мәселе қазір қоғамда өте жиі көтеріліп келе жатыр, өзіңіз білесіз. Бұл инклюзивті білім беру. Инклюзивті білім беру мәселесі, мынау ерекше бала тәрбиелеп отырған ата-аналар бармаған жері баспаған тауы қалған жоқ. Олар жаңа балаларын оқытайын десе, мемлекеттік дамыту орталықтарында кезек айлап, оны айлап күткенше баланың дамуы тежеліп қалады. Жаңа ақылысына барайын десе, ақысы айғайлап тұр. Амалсыздан жаңа бала дамымайды, үйде өсімдік сияқты өсіп жатқан жағдайлар бар, өкінішке орай. Ортамызда, өзіміз журналистік ортада бар. Сіз де біліп жүрген шығарсыз, маңайда бар. Осы инклюзивті білім беру мәселесін қашан біз толыққанды
бір жолға қоямыз. Сіздер ертең құрылтайға барып жатсаңыздар, не ұсынасыз? Не істеу керек? Қалай осы мәселені шешу керек? Үлкен тақырып негізінде. Сіздердің журналист әріптестеріңіз бір қателеспесем Қазақстан телеканалында өз баласының осындай дертке шалдығып жылап қалғанын да көргем негізінде. Шынымен де мен балам осындай. Қабылдау қиын, оны коррекцияға беру одан да қымбат. Иә. Біз осыдан алдың күні, сенбі күні біздің 33 кандидаттың ішінде Нұрия Балтабайқызы деген бар. Қазақстан аутизм ассоциациясының президенті. Өзінің қызы бар, қателеспесем 14-13 жаста аутист бала. Біз осы Ататүрік саябағында үлкен форум өткіздік. Осы 2 күн бұрын. Иә, сенбі күні. Сенбі күні, журналистер келді, телеканалдар келді. Ол жерде шатыр құрып, ашық есік күнін жасап, келген азаматтарға ақпараттарын беріп жаттық. Енді елімізде осы бойынша қаншама бағдарламаға да бардым менше. Шын профессионалдармен де сөйлестік. Не үшін осы проблема бізде тежеліп қалды? Не үшін азаматтар қиналады? Не үшін орталықтар аз? Жеке орталықтарға барайын десе қымбат. Мен де өзім баламды апарғам 1 ай. Сағаты 7.000 теңге болды. 3 сағат барады, күні 21.000 теңге. Мен депутат болған соң апарып көрдім 1 ай ғана. Ал қаншама азаматтар алыста тұратын ауылдарда балалар жаңа сөйлемей жатады, өзінің атына, аты жөніне айғайласа сөйлесе де қарамайды. Соның бәрі қиын. Ақша да жоқ болуы мүмкін, орталық. Не үшін деп сұрақ қойдық деп едік. Енді профессионалдық тұрғыда қарайтын азаматтар аз, бірінші. Яғни шын сол маман. Енді ол азаматтар инклюзивті ортада түрлі балалар бар ғой. Даунмен ауырылатын, аутизм бар, ЗПР, ЗРР дейді. Оның әр саланың маманы әртүрлі. Білікті маман аз. Біріншіден инфрақұрылым, екіншіден инфрақұрылым алыс шалғайдағы жеткен. Үшіншіден орталықтардың аздығы. Және қаражаттың сол жоқтығы. Енді бұндай орталықтарды дамыту үшін бізге жалпы қаражатты көбірек бөлу керек. Яғни орталықтар ашып жатырмыз деген сөз өте қиын ғой айту. Халыққа түсіндіру өте қиын. Ашып жатырмыз, жоспарлануда, салайын деп жатырмыз, 2027-де, 29-да біз бюджетке салып қойдық деу, уже біз енді кешірім сұраймын, орысша қосқаныма, біз кешігіп қалдық деген сөз ғой. Кешігіп қалдық. Ол балалар және 14-ке, 15-ке келіп жатыр. Енді 1-2 жылдан ол колледжға барады, университетке барады. Әрбір 20 жылдан кейін олар ер жігіт болады, үйлену керек. Ондай жағдай қалай болатыны бізге әлі түсініксіз. Ал болашағы бұлыңғыр. Бұлыңғыр. Соған уайымдайды ғой ата-ана. Мен ойым осын мәселенің себеп салдарымен күресу. Яғни экология ма, тамақ па бізде, азық түлік па, қай жағынан келіп жатыр, қандай дәрі керек, қандай вакцина керек. Одан кейін коррекциялық орталықтар. Яғни біз ерте жастан осы баланы осындай деп яғни анықтайтын дәрігердің аздығы. Маман жоқ. Шетелде оқыту керек. Болашақ бағдарламамен болса да жеке бір жүйе қалыптастыру керек па, жүйе керек па шетелде оқыту үшін. Ол азаматтар үздіксіз процесте болу керек қой негізі білім алуда. Яғни үлкен ғалымдар келді университеттен, осыны талқыладық. Сондықтан жаңағы бағыт бағдар осы. Енді біз қысқаша айтайын, құрылтайға барғанда міндетті түрде осы мәселені көтереміз. Себебі бұған дейін де көтеріп келгенбіз. Біз 4 депутаттың 2 депутат өзім және Ажар Бақытқызы инклюзивті топта болғанбыз. Қаншама азаматтардың есту қабілеті нашар азаматтардың, жаңағы коляскада жүретін азаматтардың өзінің жүйелі түрде сол затты алуына, кедергісіз алуына ықпал еттік. Қаншама рет министрге кірдік, қоғамдық қабылдауға осы инклюзив бойынша қаншама азаматтар кірді. Инклюзивті ортаны мейлінше қолайлы қылдыруға біз мүдделіміз. Себебі бағана айтып кеттім ғой сізге. Біз өзіміздің сайлаушыларымыздың ішінде мүмкіндік шектеулі азаматтар бар.
сондықтан оны жақсы түсінеді. Біз қолдаймыз, көтереміз бұл мәселені құрылтайда міндетті түрде. Және бұл мәселенің дұрыс шешілуіне ықпал етеміз. Сіздің өмір-баяныңызға көз жүгірттік, шамалы. Жалпы мемлекеттік салада идеологиялық бағытта тәжірибеңіз бар екен. Бүгінде қоғамда жиі орын алып отырған, желіде қызу талқыланып отырған мәселені өзіңіз білесіз. Жаңағы әсіре діншілдік көзқарасқа қатысты жағдайлар орын алып отыр. Сіздің пікіріңіз қандай? Дін саласындағы маман ретінде, дінтанушы ретінде айтқым келеді. Жалпы қызыл талқыда болды ол мәселе. Түрлі пікір болды ғой, білесіз. Енді біз конституцияда осы соңғы өзіміздің қабылданған, өзіміздің дауыс берген конституциямызда зайырлы мемлекет деп нақты жаздық. Оны өзгерту мүмкін емес. Біз соған сенеміз. Енді дін тұрғысынан алғанда жалпы қасиетті кітаптар өзгермейтін сол діннің қасиетті кітаптары болып келеді. Біз оған ешқандай кедергі жоқ. Мемлекеттік саясат дұрыс жүргізіліп келе жатыр. Кімнің намаз оқыса да жағдай жасалған, басқа да дінді ұстанам десе де жағдай жасалған. Ал мемлекет бола тұра біздің қасиетті кітабымыз қазіргі таңда бұл конституция. Заң мен тәртіп. Өзі қаңтар көрсетті ғой. Қандай хаос болғанын, заң жоқ жерде қалай болатынын. Сондықтан біз осы қағидатпен жүруіміз керек. Ол жерде дін саясатын, дін мәселелерін жүргізетін управлениялар бар, ақпараттық түсіндіру топтары бар. Қазақстан діни мұсылмандар, діни басқармасы бағыт-бағдарды айқындап беретін. Біз өзіміздің мәдениетімізбен осы көшпенділік мәдениетіне жалғасқан бір діни наным сенімі бірге қосылған мемлекетпіз ғой. Бұған дейін де қанша рет айттық оны. Бұл мәселенің тізесі шықты деп ойлаймын. Себебі тек дінмен жүру, соның идеологиясын ұстану ол заңға бағынбаудың бір тетіктері. Олай болмайды. Заң үстемдігі бірінші болу керек. Зайырлы мемлекетте заң үстемдігін бірінші қоюымыз керек. Әрбір өңірге, әрбір ауылға, аудан орталықтарына барсаңыз, біздің баннерларымыз тұр, заң мен тәртіп. Біз сол қағидатты ұстанамыз. Сондықтан дінтанушы ретінде біз мемлекеттік саясатты жүргізетін адамбыз. Дінтанушы ретінде біздің ақпараттық түсіндіру жұмыстарымыз өміріміздің соңына дейін тоқтамау керек. Әр адам тұлға ретінде артынан жастарды ертіп тәрбиелеу керек. Заң мен тәртіпті бірінші орынға қою керек. Жалпы мемлекетшіл адам ретінде сенің алдыңа қойған бірінші кітап бұл конституция. Ал Құдаймен байланысың сен индивидуалды түрде бөлек дүние. Оны талқылауға, немесе жариялауға, немесе үгіт насихаттауға ортада жариялауға болмайды. Яғни оның өзінің насихат жүргізетін жері, жарияланатын жерлері бар, арнайы құлшылық орталықтары бар, оның намаз оқитын жерлері бар, басқа да сенбі, жексенбі күні құлшылық жасайтын жерлері бар. Сол жерге барып, міндетті түрде сен заң талаптарын сақтай отыра үгіт насихат жүргізе аласың. Сондықтан мен ойлаймын, заң мен тәртіп мен үшін бірінші орында, конституция айқындап берген ішінде тараулар бар, сол арқылы жүруіміз керек. Ал ешқандай адамның наным сеніміне, түр-түсіне, дініне біз қандай да бір балағат сөз айтуымызға болмайды. Осы тәртіпті ұстанамыз, осы саясат жүргіземіз, мемлекетшіл адам ретінде осы позицияны ұстанамыз. Жалпы қоғамда өмір сүрген үшін, қоғамда өмір сүргендіктен қоғамның өзінің ережелері бар ғой. Біреуді кемсітуге ұрғашы еркек деп, немесе қандай да бір пәтуаны бере салу өте қиын. Жалпы шын ұстаздармен сөйлесіп, ол кісілерден пәтуа сұрасаңыз өте қиын. Ол айтады, мен
пәтуа берген өте қиын. Ол Алланың несімен сөйлеу өте қиын ғой. Енді пәтуа беру, кесіп айту, оны саралау керек, оны зерттеу керек. Мүмкін басқа кітапта басқалай жазылған шығар деген секілді. Енді қазіргі таңда енді дінде айтады ғой, оқы және оқы. Біз осы ұстанымды ұстанамыз. Діни білім алған кезде, біз бұрын жұмыс істеп жүрген кезде әлеуметтік желіден немесе қандай да бір алып қашпа жерден алудың қажеті жоқ. Өзінің орталықтары бар, сол жерде ұстаздар бар, сол жерден алу керек. Сол жердің білімінен сусындану керек адам. Яғни сол жерден сусынданып, фундамент дейміз ғой негізі. Сол азаматтар фундаментін қойып берсе, ол нағыз мемлекетшіл адам болады. Яғни діни тұрғыдан айтқанда, олардан нағыз мемлекетшіл адам болады. Енді түрлі пікір бар, яғни алып қашпа жерден алып білімді ар жақтан бір көріп, мына жақтан бір көріп, яғни бұл салыстыра алмай жоқтығынан орын алады ғой. Әрине, бір Құранды оқу жай адамға ол мүмкін емес деп ойлаймын. Себебі ол Құранды үйрететін құраншы бар, тәпсірлеушісі бар. Оны ашып беру керек, қандай мағына береді, терең ілім ол. Сондықтан ондай ортада музыканың керегі жоқ, яғни домбыраның керегі жоқ деген сөз ғой. Қазақтың қобызы керегі жоқ деген сөз. Еркек, әйел деп бөлу ол дискриминация. Социал-демократтар оған мүлдем төзбеушілік ондай. Сондықтан біз ондайға қарсымыз. Біздің позициямыз бөлек, және айттым. Сондықтан жалпы мемлекеттік саясаттың дұрыс жүргізілуіне, соның жүргізіліп қана қоймай, соған үлес қосуға біз мүдделіміз. Әрдайым ақпараттық түсіндіру тобында біз жүрдік, түсіндіріп жалықпау керек. Бұл мәселе, жаңағы айттым ғой, адамның өмірінің соңына дейін ғой, адамды тәрбиелеу. Осы додада, қазіргі үгіт насихат, сайлау додасында, науқанында сіздердің қарсылас партияларыңыз қандай партия? Мысалы, Ақжол мен Республика бір-бірімен үгіт насихат басталмай жатып, бір-бірімен текетіресті бастап кетті. Сіздер қандай партиямен өздеріңізді осы жарыста қойып отырсыздар? Жалпы науқан болғандықтан барлық партиялар бір-біріне қарсылас болып келеді ғой. Енді бағана мен өз сөзімді айтып қалдым, Халық партиясы деп. Себебі ол кісілерді өздерін социал-демократпыз, солшылмыз деп айтады. Оппозиционерміз деп көрсетеді, оппозициялық партиямыз деп көрсетеді. Біздің төрағамыз Рахымжан Асхат Нұрмағанбетұлы бірнеше рет айтты осыны. Мен де айтып жатырмын, партияластарымыз да айтып жатыр. Ол кісілер солшыл партия болса, оппозициялық партия болса, неге осы парламенттің 3 жылында біз секілді осы бюджетті қолдамаймыз? Бюджет дұрыс жоспарланбаған. Осы бюджеттің жаңағы жұмсалу дұрыс емес деп неп қарсы шықпады. Біріншіден. Екіншіден, солшыл партиямыз, әлеуметтік партиямыз социал-демократпыз дейді. Бірақ өзінің жаңағы кандидаттарын алып қарасақ, ішінде кәсіпкерлер, және блогерлар, қандай да бір партияға қатысы жоқ, партияда мүлдем болмаған, партияның идеологиясын білмейтін, және партияның идеологиясын айта алмайтын азаматтар болды. Сондықтан біз оларды қазір қарсылас ретінде көріп жатырмыз. Бірақ соңғы дебат көрсетті ғой. Соңғы осы бір апта бұрын болған дебатты білесіз. Сол кезде біздің аппарат басшысы Насибул Мақсат Бейбітұлы нақты айтып берді. Біздің не үшін сендердің жалауларыңыз қызыл емес, бүкіл әлемдегі жалау социал-демократтарды қызыл, сендердікі неғып қызыл емес деген сұрақтар болды. Сондай бір провокациялар болды. Мақсат айтып берді. Біз сол кезде сіздердікі қызыл болғандықтан, біз сіздерді сыйлап, сол түсті екеу болмасыншы деп сіздерді сыйлаған соң алмадық. Сіздерде болсын. Кейіннен осы 20 жыл өтті, біз сол түсті өзімізге қайтарып жатырмыз. Сіздер біз сияқты социал-демократтар емессіздер деп ше. Енді біз социал-демократиялық партиямыз, біз одан бөлек әлемдік социал-демократтардың үлкен осы әлемдік социал-демократтардың мүшесіміз.
біздің Асхат Нұрмағамбетұлы осы Азиялық социал-демократиялық ұйымының президенті. Біздің жыл сайын сапарларымыз болады, пікір алмасамыз, барып сол кісілердің бағдарламасын көреміз, қайсы ұтымды тұстарын біз өзімізге аламыз. Мысалға өзіміздің реформаларымыз жайлы айтамыз, себебі соңғы барған кезде біздің алдыңғы сайлауалды бағдарламамызда осы бір палаталы парламент деп жазылған. Иә, білесіздер, біз оны қолдадық. Сол үлкен жеңіс біз үшін президенттің осындай шешім қабылдауы, яғни сенат пен мәжілістің институтының жабылып, құрылтайдың болуы, осындай унитарлы мемлекетте осындай жүйенің болуын біз бұған дейін де сайлауалды бағдарламамызда болды, біз оны қолдадық. Қазір сол жүзеге асып жатыр. Енді біздің, және сіз айтып өткен прогресс жолындағы 20 белес бағдарламамызда, сайлауалды бағдарламамыз ішінде біраз дүниелер бар. Сонда сіздердің дауыстарыңыз президентке жетті деп ойлайсыз ба? Міндетті түрде. Өйткені басқа мемлекеттерде, басқа социал-демократтарда дәл осылай. Жаңа сіз өзіңіз атап өттіңіз ғой, Қазақстан халық партиясында Аша Матай, Тамара Асар, Венера Нығматуллина, да, қателеспесем. Осы кісілер парламентке, құрылтайға өтіп жатса несі бар? Пайдасы тимейді деп ойлайсыз ба олардың? Енді сіз әлеуметтік желіде көріп, біраз бақылап көрсеңіз, әрине теріс пікірлер өте көп. Бұл қалаулым жүргізе ме, әлде құрылтай жүргізе ме деген секілді. Сондықтан біз егер басқа партия болса, айтуға болатын еді. Енді өзіміздің социал-демократпыз деп кеуде қағып тұрғандықтан, біз оны, сол партияны өзімізге қалсырас ретінде көрдік. Оның оғаш қылықтарын көрдік. Яғни оғаш қылықтар деген блогерлардың, әншілердің, кәсіпкерлердің партиясы ретінде қараймыз біз. Социал-демократ немесе әлеуметтік саланы қолдайтын партия ретінде қарамаймыз. Яғни құрылтайға ондай депутаттар керек жоқ деп ойлайсыз ба? Мен ойымша, құрылтай қандай болу керек? Президенттің өзі айтып отыр, құрылтай профессионалдық тұрғыда өзінің саласын мықты білетін азаматтар керек. Заңгер болуы мүмкін, эколог болуы мүмкін, ішінде дінтанушы болуы мүмкін, педагог болуы мүмкін, саясаттанушы болуы мүмкін, ішінде әнші, блогер. Мен де өз саламды істелген жұмысымды көрсету үшін біз мобилогтарды қолданамыз. Бізге блогерлар не үшін қажет? Қандай да бір өзімде жүргізем. Өзімде таныстырам осыны. Қолымнан келеді. Үйретті. Осылай саласың, осылай жүргізесің деп. Оның ешқандай қиындығы жоқ. Сондықтан мен ойлаймын, құрылтай профессионалдық тұрғыда өз саласының мамандары, азаматтар кіру керек. Ол үшін социал-демократ партиясының ішінде 33 кандидат соған лайықты. Бағана айтып кеттім, ішінде адвокат та бар, заңгер де бар, эколог да бар, саясат қаржыгері де бар, бәрі бар. Сондықтан ішінде ешқандай блогер жоқ, кәсіпкер жоқ, нақты өзінің мамандары. Әрдайым өзінің ортасында, өзі сол қоғамда қандай да бір дауысы бар азаматтар ғой. Сіз жайында бір мәлімет жинап көргем. Сіз әскерде жүргенде ме бір оқ тиген екен да сізге. Сонда жансақтау бөліміне түсіп, тіпті ата-анаңызға білмеймін енді қаншалықты ол шынайы ақпарат. Сіз мүлдем жағдайы нашар, дайын болыңдар дегенде ақпарат кеңес болған екен. Дәрігерлер тұрды. Не жағдай болды сол кезде? Енді әскерде болды. Бұл сұрақты біраз журналистер қойған негізінде. Енді әскерге барып келген 10 жылдан асты ғой жалпы. Енді мен парламентке келгенде де ең бірінші депутаттық сауалым осыдан басталған. Өзіңіздің басыңыздан? Иә, басымдан өткен. Негізі басыңнан өткен оқиғалар жалпы адам жан дүниесімен сезінеді ғой. Әскердегі өлім жетік туралы, әскердегі әлім жеттік туралы көтерген болатынбыз. Ең бірінші, мысалы, 5 минут оқыдым ба, қателеспесем, көп жазып қойдым ғой. Жиналып қалған ғой? Иә, жиналып қалған. Бірінші депутат сауалды 5 минут оқып, жетпей қап, тағы да қосты ғой, қателеспесем, Ерлан Жақанұлы. Енді оқи ары қарай дайындалып келдім ғой деп. Шын мәнінде ондай оқиға болды. Ондай оқиға сол 2016 жылы қателеспесем. Енді орыс тілінде маған жазып берді.
огнестрельное ранение левого третьего бедра деп қағаз жазып берді. Яғни сол аяқтың сан тұсынан енді тікелей аударған кезде оқ тіке өтті деген сөз. Ол қалай болған айту жағдай? қиын енді. Ол жағдай қалай орын алды? Полигонға барады. Енді полигонға барамыз, Ақтауда ары бері келеміз. Сол кезде полигонға барасыңдар деді, таңертең тұрып бардық. Енді мишендер дейміз ғой, 100 метрлік мишенде тұрамыз. Енді бой ұзын болғансан бірінші тұрасың бар. Нар жағымда 10 адам, сол жағымда. Әскерде сол жағынан бастап тұрады ғой. Артымда қателеспесем енді бір сержантпен мерзімді әскери қызметкер, солдат дейді ғой. Сол екісі имитация жасап, және қолында автоматы бар. Және ұрыс жұмыстарын жүргізіп жатты. Мен артыма бір рет қарап үлгергем, сол адамдар тұрғанын көрдім. Ұмытып қалдым. Сосын бір дауыс шықты, автоматтың дауысы. Артыма қарап үлгерген жоқ. Автоматты атқан кезде автоматический бар, бір оқ қана атады. Бірінші несіне қойсаңыз, екінші несіне қойсаңыз, 3 оқ атады. Сол автоматическийдан атқан кезде 3 оқ ұшты деді маған. 2 оқ, білмеймін, жанынан зу ете қалды, бір оқ тура осы санымнан тікелей өтіп кетті. Ол кезде енді шоковый состояниеда болды. Шок болып қалдық. Жаңағы артқа қарап үлгерген жоқ, бірден қыладық, жердің бәрі қан болды. Сонымен арғы тікелей ауруханаға кеттік, емханаға. Сонда болды. Сонда жағдай болды. Енді ол сосын офицерім бар, әлі күнге дейін араласам. Өте керемет жігіт, көріп отырса өзі біледі. Ол кісі ардайым іздеп тұрамыз, хабарласып тұрамыз. Сол кісі айтады, түрлі жағдай болады дейді. Наурыз, түрлі жағдай болады. Бірақ сен Құдайға шүкір ет, солай аман қалғаныңды дейді. Автомат калашниктің оғы 5.45 калибрі. Осындай болады, жіңішке. Оқ ұшқан кезде айналып ұшады ғой. Айналып ұшады. Ол кірген жерінен нүкте болып кіріп, үлкен, осындай бір үлкен жұлып алып шығады етпен біргеші. Сондықтан артқы санынан нүкте болып кіріп, алдыңғы жағынан үлкен тесік болып шықты ғой сонда. Емханаға барған кезде айтады, ондай немен кезікпеген адамдар көрген. Емханаға барған кезде кіргізеді, қандай жағдай болды, осындай жағдай. Не істеу керек? Сөйтсем, егер адамда сондай бір жағдай болса, арасында бір шел болып қалса, оның ішіне кәдімгідей өзінің трубалары бар екен тығатын. Сондай. Мен одан кішкентай болды да, тек күнде соны бинтпен орап, тазалап тұрды. Аяқ білдем миға сигнал бермейді, жүре алмайды аяқ. Бірақ белгілі уақыт өткен соң басып көрдік, ары қарай шын мәнінде жүріп кеттік. Құдайға шүкір дейміз. Сонда сіз әскердің соңына дейін болған жоқ? Соңына дейін болды. Соңғы кезінде болған оқиға? Жоқ, басында болды. Бәрібір қайтадан ауруханадан қайта оралдыңыз? Басында 2-3 айдан кейін болды бұл мәселе. Ауруханада болдық. Одан кейін шығып, кәдімгі мерзімді әскерлі қызметкерлермен бірге сол 1 жылдай соңына дейін бітіріп, ары қарай әскери билетін алып қайттым. Сол адамдар жауапкершілікке тартылды ма? Ол адамдар жауапкершілікке тартылды деп айта алмаймын. Себебі мен енді тірі қалдым, Құдайға шүкір деп өзім нем жазып бердім. Әке-шешең шағым түсірген? Әке-шешем шағым түсірген жоқ. Жалпы сол жерде командирмен келісім болған еді бізде. Мен айтқан едім, шын мәнінде бұл ауыр жағдай. Мен ата-анама айтпай қойыңыздар. Мен кетіп бара жатқан кезде енді тірімін, Құдайға шүкір, бәрі дұрыс. Ата-анама айтпай қояйық, ол кісілерге ауыр тиеді. Тек осымен жабылсын, мен қазір не жазып берейін, өтініш жазып берейін, ешқандай, қолхат жазып берейін, ешкімге ешқандай артық нем жоқ депші. Яғни ата-анаңыз ол жайды білген жоқ? Келістік қой солай, бірақ ол кісілер сөзінде тұрмады.
айтып қойды, иә. Сол қолхатты жазып алған соң айтып қойды. Өйткені оларда жауапкершілік бар. Жауапкершілік болды. Ол командирді қателеспесем, командир батальоны дейді, бір ротаға жауапты. Ол командир батальонына сол кезде бір айдан кейін ба, 2 аптадан кейін ба қателеспесем ауыстырып жіберді басқа жаққа қарай. Біздің отбасыда жалпы әскерге бармаған азамат жоқ. Әкем де Совет армиясында Дальний Восток дейді. Осы шығыста болған. Одан кейін өзі тәуелсіз Қазақстанда туылып өскендіктен борышымыз деп білгендіктен өзім әскерге сұранып бардым. Өзім туған інім бар 99 жылы. Ол да мерзімді әскерге 1 жыл серпін бағдарламасымен оқып, мемлекеттік бағдарламамен. Сол Семей қаласына қайтадан әскерін, мерзімді әскерге 1 жылдық солдат болып, сол жерден өткеріп келді. Мен болашақта балам да барады деген ойдамын. Жіберем деген толық сенім. Наурыз Саятұлы, ашық әңгімеңізге рахмет. Алдағы сайлауда максималды түрде дауыс жинап, Рахмет сізге. армандарыңызға жетіңіздер. Рахмет.